аритмиялар кезінде лечение, неотложный помощь кезінде амиодарон және лидокаин жиі қолданылады. Бір ампулада 50 мг болса, 300 кейін повторное введение 150. Оның барлығы пациенттің жағдайына байланысты. Және де келесі ал таблеткалар түрінде, мысалға неотложный помощь емес енді бұлар, бірақ пациенттерде ЭКГ-да өзгерістер болып, егерде дәрігер, кардиолог тағайындайтын болса, оны просто так қоюға болмайды. Яғни 2-5-тен 10-ға дейін көтеруге болады. И түсірген кезде де дәл солай дозасын біртіндеп азайтып отырып түсіреді. Оны бірден тоқтатса, синдром отмены болуы мүмкін, науқастың жағдайына қиындатады. Енді мына ЭКГ-ны көрейік. Бұл жерден біз сразу көре аламыз. Экстрасистолия. Қарап тұрсақ, каждый третий это тригеминия. Жалғыз сипаттайтын болса, ПТШ-сі бар, синусты, ритм аритмия әрине. Одан соң ЭОС норма. Одан соң диагнозға қарайтын болсақ, экстрасистолия. Біз жаңа айттық, бұл бірде осындай көрініс көрсек, біз оны не деп айттық? Правый желудочковый экстрасистолия деп айттық. Осындай. Және оны сипаттаған кезде, мына жердегі экстрасистолия, мына жердегін қарайтын болсақ, формалары, түрлері әртүрлі, сондықтан полиморфны деп айтамыз. Әрине, час есептейміз, примерно 75 шығады.